Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сізбен қатпарлы, қытырлақ самсаның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жылы су мен сүтті қосып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жай-жайдан ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды екіге бөліп, жұқалап екі жайма жаямыз. Бірінші жайманың үстіне еріген сары майды жағып шығамыз. Үстіне екінші жайманы қабаттап жайып, тағы да сары май жағамыз. Жайманы бір шетінен бастап жайлап ораймыз. 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындау үшін тартылған етке майдалап туралған картоп, пияз, тұз бұрышын салып араластырамыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігін жайып, салмасын салып, самсаны түйеміз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауымызша күнжет себеміз. 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.